Ақан Сатаевтың районы туындысын енді ғаламтордан тамашалай аласыздар. Бұл қуанышты жаңалығымен режиссер өзінің Instagram парақшасы арқылы бөлісті. Егер картинаны үлкен экраннан көрмеген болсаңыз, енді 19 мамырдан бастап тамашалай аласыздар. Общий салам. Ты что, не мог мне сказать? Я знаю, кто-то из вас. Все ваши районы. А если я не хочу никого напрягать? Айтпақшы, Ақан Сатаев елбасы жолы киноэпопеясының жаңа бөлімін түсіруді жоспарлап жүр. Еске сала кетейік, осы уақытқа дейін қазақстандықтар бұл сиквелдің 5 бөлімін тамашалап үлгерді. Соңғы болып 2016 жылы жарық көрген Жұлдыздар тоғысқанда картинасы. Фильмде Қазақстанның тәуелсіз мемлекетке айналуымен Нұрсұлтан Назарбаевты президент болып сайлануы түсірілген. Режиссердің айтуынша, туындының түсірілімі жуырда басталады. Қазіргі уақытта дайындық шаралары жүргізіліп жатыр. Жақында аталмыш туындыға іріктеу жарияланады. Егер бағымды сынайым десеңіздер, асығыңыздар.